Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін сіздерге мен жасанды интеллект туралы айтып беретін боламын. Жасанды интеллект қазіргі кезде өте қарқынды дамып келе жатыр. Көптеген салалардың, көптеген мамандықтардың орнын басуда. Енді солардың ішінде дамып жатқан жасанды интеллекттерді айтатын болсақ, ішінде ChatGPT бізде ең бірінші орында тұрған жасанды интеллект деп айтсам қателеспеспін. Себебі одан кейін шыққан қытайлық жасанды интеллекттер енді оған жету жағынан да көптеген айырмашылықтар бар. Кемшіл тұстары да бар деп айтсам болады. Ал ChatGPT бізде қазір енді өте дамып келе жатыр. Сіздер оған сурет қойсаңыздар болады, яғни суретті жібересіздер, және суретті документ болса, мысалға қандай да бір дәрігердің рецепті болса, соны жіберсеңіздер, олар өзі автомат түрде сол тексттерді оқып, сізге өзінің кеңесін айтады, болмаса ары қарай алгоритмдер ұсынатын болады. Енді ChatGPT-дің мүмкіндіктері өте көп. Оның ақылы түрдегі қосымшасы да бар. Енді ақылы алсаңыздар, ол кезде көбірек сіздерге толық ақпарат, жалпы нақты ақпараттарды беретін болады. ChatGPT қолдансаңыздар, енді көптеген уақытты үнемдеуге болады, көп сұрақтың жауабын табуға болады, диалог жасауға болады. Ең бастысы, енді сіздер мысалға ағылшын тілін үйренетін болсаңыздар, ChatGPT тек қана сіздерге текст шығарып бермейді, сіздерге яғни аудио түріндегі жауапты да бере алады, яғни сөйлесе алсаңыз болады. Енді ағылшын тілінде шыққандықтан сіздер қазақша сөйлесеңіздер де болады. Қазақша сөйлесу қолжетімді. Ағылшынша сөйлесеңіз көбірек ақпарат береді және еркін сөйлейді. Жалпы жасанды интеллектті қолданып жүріңіздер, уақыттарыңызды үнемдеңіздер. Осы арнамызға тіркеліп алыңыздар.